Қалайсыңдар? Бүгін 39-шы күн, фотоаппаратты алмадым, потому что мен вебинар жасауға бара жатырмын да. Чуток ыңғайсыз заттар көп. Фотоаппараттың өзі ап-ауыр жүрген кезде. Сол үшін алмадым. Ноутбук ішінде тек ноут 5 тағы заттар бар, вебинарға керек заттар. И бүгін целый день шықпадым. Үйде жасап отырмын проекттерді. Бір-екі жұмыс жасадым. Жетеді. И бүйтіп қарымына қарап отырдым да, маған бір сообщение келді. 39 мои поздравления, короче. Мынау сен уже типа 50-ші өз видеоңда салдың, құттықтаймын деген сияқты. Өйтіп ойлаймын да, басында маған бір видео, екі видео қандай өт, қазір уже, оказывается, мен ютубта 50 видео бар екен. Соны көріп жаңа қуанып қалдым. Почтаға сообщение келіп тұрды. Соны айтайын дегенім ғой, дальше уже мен 3000 просмотр болды. Нормально келе жатырмыз. Сол үшін сендерге үлкен рахмет айтамын, алғыс айтамын. Бөлісіп жатқандар бар, өз інілеріне айтқандар бар, сестренкесіне айтқандар бар. Осы жігітті қара деп. Сол кісілерге алғысым шексіз. Молодцы. Бірге дамайық, бірге өсейік. Коммент Максим уже келіп қалды. Менімен бірге болыңдар, вебинардың барысын түсіруге, көрсетуге тырысамын. Давайте, сендерге 1 секунд. Маған 1 сағат. Давай. Біздің вебинар өткізетін жерді көрсетейін ба? Іштерін қараңдар. Біз келдік. Ассалаумағалейкум. А так мен келсерім о? Сәлем. Şimdi bir çare bu nasıl kesilmiyor mu? Bu göz Әріптерді білсең, қоссай бір-біріне. Так. Неше предоплата болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Все, құттықтаймын. Все, брат. Мен вебинардан шықтым. Оны алда негіз видео дайындап қойғам. Қалай келдім, неттім барын. Сәл көрсем комментардайым. Өкілмесем, осымен аяқтаймын. Бүгін күнді. Бүгін күннің айтатын нәрсесі, мен просто подтверждение алатырмын. Мен қанша нәрселер айттым да, видео болсын, 39-ші видеома, общий қосқанда 50-ші видео болсын да. Сол айтқан нәрсенің барлығына подтверждение алатырмын тағы да. Мен оның алдында да мен жасап көріп барып айттым ғой сіздерге. Мен жасамай тұрып, ақыл кеңес бермеймін, просто интернеттен оқып алып, әдемі сөздер айтып. И соған мен подтверждение алып отырмын. Бүгін тағы да барлық почти 80-70% именно тек бір күнде. Мен өте кәдімгідей сеніммен айта аламын, что мен алған ана инсайттардың барлығы өмірдің заңы сияқты, как будто бы. Потому что рабочий да, шынымен. Былай жасасам, былай болады деген сияқты. Правилар емес пе кәдімгідей? Сумен нені қоссаң, от шығады деген сияқты ондай бірдеңелер бар ғой, заңдарда, которые 100% орындалатын факттар да. И сондай болып жатыр да, и мен соған қатты қоямын. Сол үшін ана видеоның барлығын қайтып қарап шығыңдар, если көрмесеңдер бастан аяғына дейін. Потому что ол жерде сендерге маған көмектесе, простой кәдімгі адамға, балаға көмектесе, казгуды бітірген простой балаға, ол сендерге де көмектеседі да. Просто главное эгоны алып тастау керек та. Мынау бала маған не үйретеді, бүйтеді деген сияқты нәрселер да. Менің жолым басқа, мен негіз айлыққа жұмыс істеймін деген болсаңдар да, ол сендерге в любом случае пайдалы келеді, өмірді өзгертеді. Может, сен тәуелсіз қаржылай, тәуелсіз болып адам болуына көмектесетін шығар да. Мен соның жолында тырысып жатырмын, соның барын жасауға. В общем, ана видеоның барлығын тағы да бір қарап шығыңдар. Бос кезде оның главное қарамаңдар, жасап көріңдер соны. Шынымен жасап көрді, айтқан нәрсенің барлығын. Сол кезде сендердің өмірлеріңе өзгеріс енеді. Просто тыңдап мотивациялы уақытша ол енгізбейді. Сен прям жасап көр оны, содан кейін барып енгізеді саған. 39-ші күн осылай аяқтайық. Бүгінгі күннің негізгі идеясы ақыл естідің ба, бір жаңа инсайт алдың ба, сразу жасап көрген, иә? 39-ші күн. Давай.